Сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» атты әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты қандай болады деп ойлайсыздар? Сабағымыздың мақсаты қандай деп ойлайсыздар? Кім айтар екен? Иә, сенен? Ыбырай Алтынсарин әңгімесімен танысу. Тағы да кім қосады? Тақырып бойынша жаңа сөздерді меңгеру. Сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Аудиовизуалды мәтіндердегі ақпараттарын салыстырып, практика жүзінде қолданамыз. Лингофон ресурсын қолдана отырып, сөздердің дыбысталуын тыңдаймыз және қайталап отырамыз. Тыңдалған сөздер мен сөз тіркестерінің орыс тіліндегі баламасын сәйкестендіріңіздер. Виктория мен Валерия, кінекей бастаймыз. Тіленші сөзінің аудармасы неші? Дұрыс. Қайырсырау сөзінің аудармасы просить милостыню. Дұрыс таптыңыз. Тұтынуға жарамайды. Не пригоден для употребления. Жақсы. Сменных сөзінің аудармасы твердо стоять на ногах. Бәрекелді. Кескін сөздің аудармасы черты лица. Дұрыс. Ескі шүберек, старая тряпка. Дұрыс айтасың. Кедейlik, Кедейлік сөзінің аудармасы қандай болады екен? бедность. Бедность. Өте жақсы. Француз жұртының бір білімді адамы жазады. 1791 жылда өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде әр 7 сайын Версаль қаласындағы шешеме жаяу барып қайтып тұрушы едім. Сонда әрдайым жолымда бір Антон деген тіленші отырып, қайыр сұрап алып жүруші еді. Бір күні тағы сол жолмен келе жатып, бір орта бойлы арықтау кісіге ұшырасып, жөніміз бір болған соң бірге келе жатқанымызда әдетше манағы Антон алдымыздан шығып қайыр сұрады. Қасымдағы кісі тоқтап, Антонның бетіне қарап тұрды да айтты: «Сен қарауға епесті кісі секілді көрінесің, және жұмыс істеуге қуатың да бардай көрінеді. Сөйтіп тұрып, мұндай жаман іспен өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Мен өзімде сенде кедей едім, бірақ сендей тіленшілік қылғаным жоқ. Елден, қаладан қыдырып жүріп, әуелі боқтық, салам арасынан, не болмаса жай кісілерден ескі шүберек сұрап жиып жүрдім. Ол шүберектерді апарып, қағаз істейтін фабриктерге сатып, сонымен азды көпті ақша болған соң бір есек, бір арба алдым. Мұнан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек әр үйден ескі құсқы тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10.000 франк ақша тауып, енді бір қағаз фабрикасына кірістім. Жасым жас, ісімен нық, жинақты және еріншектікті білмегеннен соң, осы күнде 2 айдық тас жұртым бар фабрикасына кірістім. Жасыма жас, ісімен нық, жинақты және еріншектікті білмегеннен соң, осы күнде 2 айдық тас жұртым бар фабрикамды балама бердім. Үмітім бар, баламда аштық көре қалмас деген. Себебі баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке қиналмай мал табуға үйретпедім. Осы айтқанымша, машақаттанудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон, деді де жөніне жүріп кетті. Антон бұл сөздерді естіген соң терең ойға қалып, қайыр сұрауында ұмытып тұрып қалды. 1815 жылда Брюссель деген қаладан өтіп бара жатып, бір кітап сататын үлкен дүкенге кірдім. Дүкеннің ішінде бірнеше приказчиктерге олай-бұлай етіңіз деп бұйырып тұрған бір купецтің кескіні көңіліме таныс режді көрінді. Сөйтіп тұрғанымда әлгі кісі мені көріп бетіме қарап тұрды да қасыма келіп айтты: «Айып етпесеңіз сұраймын. Мұнан 25 жыл бұрын сіз оқу оқып жүріп, жұма сайын Версальдегі үйіңізге барып жүрген жеріңіз бар ма еді?» Сонда ойыма түсіп таң қалып, «Сен Антонбысың?» дедім. «Рас», деді Антон. «Мен сондағы көрген тіленші Антоныңыздың өзімін.
Сол жүргеніңіздегі бір күн қасыңызда бірге жолыққан кісінің айтқандары көңіліме кіріп кетіп, тіленшілікті тастап, жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма күтімді болдым. Ақырында сол кісінің айтқаны келіп, мінекей осы зор дүкеннің иесі болдым. Рахмет. Қайырлы осы жерде не істеп отырсың? Көріп тұрсыз ғой, қайыр тілеп отырмын. Сен қайауға епесті адам секілдісің. Жұмыс істей аласың, асып отырған ісің осы. Жұмыс таба аландым, амалсыз отырмын. Бай болғың келе ме? Әрине болғым келеді. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Сәлеметсіз бе? Дүкенге қош келдіңіз. Мен бір кітап іздеп жүр едім. Егер бүйтпесеңіз сұрайын, мұнан 25 жыл бұрын жұма сайын Версальдағы үйіңізге барып тұратын үйіңіз бар ма еді? Иә, сен Антонбысың? Рас. Сенейін бе, сенбейін бе? Мен сол көрген тіленшінің Антоныстың өзімін. Тіленшілікті тастап жұмысыма кірістім. Ақырында сол кісінің айтқандары орындалып, міне осы зор дүкеннің иесі болдым. Өте қуаныштымын. Байлықтың көзі еңбекте екенін түсіндім. Бай болғым келмейді, жақсы адам болса болды. Менің ойымша, ақша адамды бұзады. Ал мен теориямен келіспеймін. Өйткені әр адам байлықты өзінше қабылдайды. Кейбіреулері ақшаға құмар, ал кейбіреулері керісінше құмар емес. Мысалға, мен бай болғым келеді, себебі мен балалар үйлеріне, қарттар үйлеріне көңіл аламын. Және де бай болу ол жаман емес. Мен Андреймен келісемін, себебі байлық адамды адамгершіліктен жояды. Бай болғым келмейді, себебі өте көп жұмыс және проблема. Жақсы адам болса болды. Қыздар, шына. Менің ойымша, ақша адамды бұзады. Ал мен бай болғым келеді, себебі молшылықта өмір сүремін. Қалағанда нәрсемді сатып ала аламын, ол үшін көп жұмыс істеймін, білім аламын. Сабағымызды қорытындылай келе. Дүние қалай етсең табылады екен. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей демекші. Дүние еңбекпен, жұмыспен, оқып білім алғанда ғана табылады. Сәлем, Надя. Сен білуші ме, осы 2021 жылдың Ыбырай Алтынсариннің мерейтойы болады екен? Иә, білмеймін, толығырақ айтып кетші. Жалпы биыл қазақ халқының тарихына ерекше із қалдырған және де қазақ халқының тұңғыш ұстазы, алғаш рет мектеп ашып, жастарды білім мен оқытуға шақырған ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойы болады екен. Айтқанына көп рахмет, енді білетін болам. Айтпақшы Вера, мен Ыбырай Алтынсариннің жетістіктері жайлы көп естігем. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының зайырлы білімін негізін қалады. Иә, және де ол Ыбырай Алтынсарин қазақ хрестоматиясына кірген өлеңдердің халық ағарту идеясын көтерді. Вера, сен осы Ыбырай Алтынсариннің қандай шығармаларын білесің, немесе қандай шығармаларды оқыдың, сол жайлы айтып кете аласың ба? Иә, әрине. Мен Балқожа Жаңбыршының баласына жазған хат деген өлеңді оқыдым. Жалпы ол өлең 1879 жылы жарық көрген және де Ыбырай Алтынсариннің қазақ хрестоматиясына енген. Мен саған осы өлеңді оқуға кеңес бергім келеді. Иә, жарайды. Осы өлеңді оқуға кеңес берген үшін рахмет. Қайырлы күн, сәлем. Сен аты-жөнің? Мен аты-жөнім Сартаева Дариға. Менің аты-жөнім Радмирей. Танысқанымда қуаныштымын. Мен де. Өзің туралы қысқаша айта кетсең, Дариға.
Мен жасым 15-те, мен мектепті бітіріп, колледжға түсу ойда бар. 9 сыныпты бітіріп кетейін деп жатырмын. Түсінікті. Мен саған Екібастұз қаласындағы ең үздік колледждердің бірін айта аламын. Ол қандай колледж, қай жерде орналасқан? Ол инновациялық Еуразия университетінің Екібастұз колледжі. Ол Мәшһүр Жүсіп көшесінде орналасқан. Ал сен қай мамандыққа түскің келеді? Мен қазақ тілі әдебиет мұғалімі мамандығына түскім келеді, яғни негізгі орта білім. Менің ойымша жақсы мамандықтардың бірі. Ал колледжде сабақ нешеде басталады? Колледжде сабақ негізінен бірінші ауысым сағат 8-дерде басталады. Сен сабақтан басқа қандай үйірмелерге қатысасың, немесе қандай қызығушылығың бар? Мен бос уақытымда кітап оқимын және бимен айналысамын. Түсінікті, керемет. Мен саған осы колледжге түсуіне тілектеспін және гранттан өзіңді алып шығасың деген ойдамын. Рахмет. Сау бол. Дариға, сен шашын ұйқысыма түсіме өзгерген сияқты. Қыздар кеше сұлулық салонына барғам, шашымды боядым, өте керемет маған ұнады. Саған өте жарасымды. Жарасыпты қыздар. Бірақ қыздар, маған бір ұнамайтыны, неге біз әрдайым шай ішіп отыра береміз? Мүмкін бір жерге шығып, сергіп, демалып қайтарымыз, қалай ойлайсың? Дұрыс, менде де сондай ой бар негізі. Қыздар, айтпақшы, мен Айжан деген қызым Ақтауда тұрады ғой. Оның айтуынша, ол жақтың табиғаты керемет. Ал сен Каспий теңізі туралы білесің бе? Естуім бойынша, Шыңғылдағы ең үлкен тұйық көл деп естідім. Мен де естігем, ол жақ шынымен де керемет. Иә, мен де естуім бойынша ол Европаның Қазақстан экологиясы қорғаусы бойынша дүниежүзілік проблемалардың бірі болып отыр. Және де қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мәселесі ең негізгі мәселелердің бірі болып табылып отыр. Демек, біз тұрып жүрген үйімізді қалай таза ұстасақ, қоршаған ортамызды дәл солай таза ұстау керекпіз деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ мен тағы бір нәрсені айтып кетейін. Жалпы ғылымдардың есептеуі бойынша әр жыл сайын 145 миллиард тоннадай күкірт және де 250 миллиард көмірқышқыл газы және 5 миллиард тоннадай шаң тозаң аспанға шығарылып отырады екен. Бұл дегеніміз масқара ғой. Иә, сол себептен де біз өз экологиямызды сақтау керекпіз. Надя, ал сен экологиялық проблемаларды және де оны қалай сақтау керек екенімізді білесің бе? Иә, менің ойымша біз Қазақстан экологиясын жақсарту үшін біз ең алдымен экономикамызды дамыту керекпіз деп ойлаймын. Себебі қарапайым тұрып жүрген үйде пеш жағғанда оның түтіні ауаға таралады. Сол кесірінен ауа ластанады. Сонымен қатар тек қана тұрып жүрген қарапайым үйлер емес, қала зауыттары да ауаны ластап отырады. Иә, және де жаңағы айтылған нәрсе бойынша осының кесірінен өсімдіктер, жануарлар, адамдар неше түрлі аурулармен ауырып жойыла бастады. Мысалға, адам кетіп бара жатып, пластикалы бөтелкелерді немесе қоқыстарды көрінген жерлерге лақтырады. Осының нәтижесінде лақтырылған пластикалы бөтелке 37 күн бойы ыстық күннің астында ыдырап, ауаға неше түрлі химиялық қосылыстарды тарайды. Міне осының кесірінен адамдар, жануарлар, өсімдіктер жойыла бастады. Және де өсімдіктер, жануарлар, адамдар ғана емес, оған қоса өзен көлдердегі су жануарлар да, балдырлар да жойыла бастады. Мысалға, біз видеороликтерден, теледидардан, неше түрлі газет журналдардан балықтардың изуродован түрлерін көреміз. Бұл мысалға адам суға
өзен көлдерде неше түрлі пакет, целлофандарды және де шыны саяқтарды лақтырады. Лақтырылған шыныны ыдыс аяқ